бастаған мен қойған қалып оқу өндірістік шебері. Мен бүгін дәнекерлеу тәжірибесін үйрететін боламыз. Оған маған көрсететін екі өзімнің шәкіртім. ТНТ 2 тобының студенті. Где паналарына? Атбек Сырнабек сіздерге қазір түсіндіріп беретін боламын. Қауіпсіздік ережесін бастайтын болсақ, біріншіден кабельді және электр ұстатқыштарды және контактілердің сенімділігін алдымен тексеріп алу қажет. Және дәнекерлеу аппаратын үзіліс кезінде не болмаса қозғалыс кезінде өшіріп қоюымыз керек. Жұмыс барысындағы ақауларды аппаратты алдымен толықтай өшіріп алып жоюымыз керек. Жаңбырда не болмаса далалда жерде жұмыс жасауға болмайды. Ал ұшқынға төзімді материал брезенттен жасалған киімдерді, қолғапты аяқ киім және масканы киіп алуымыз керек. Сіздерге қауіпсіздік ережесі жайлы мәлімет берді. Енді біз дәнекерлеу жұмысын келесі зерттеуімізді жалғастырамыз. Біздің тақырыбымыз темірді дәнекерлеу арқылы байланыстыру. Байланыстырудың түрлері көп, оның ішінде тәріздес байланыстыруды сіздерге біз көрсететін боламыз. Мен енді сіздерге өзім құрал-жабдықтарымды таныстырып шығайын. Бұл тістеуі, кішкентай балға, темір, щетка, үлкен балға, электродтар және де қауіпсіздік ережесіне байланысты көзілдер. Қауіпсіздік ережесіне сәйкес құрылғыны тексеріп шық. Стеуіппен екі бөлшектің жүрегін электродтар шетін пісірілетіндерді әкеп ақырын үйкеліс нәтижесінде оға пайда болады. Оны ұшқыннан айқын көруге болады. Пайда болғаннан кейін электродты бөлшектің шетіне 2 не болмаса 3 миллиметрге жақындатып пісіруді бастады. Енді бекті салқындатамыз. Тәріздес байланыс түрін қатайту үшін тағы бұрыштамасын дәнекерлесек болады. Сүйілген бекті салқындат. Дәнекерлеу жұмысы аяқталды. Менің оқушыларымның жұмысын бағалап көрейік енді. Өздеріңіз көріп отқандай жаман емес, жақсы. Енді кішкене кемшіліктері бар. Оны келесі сабақта ары қарай дұрыстан үйрететін боламыз. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.